Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ас адамның арқауы арнасы. Бүгін біз осындай керемет қазақтың ұлттық тағамы қуырдақ жасайтын боламыз. Алдыменен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бұл тағамды жасау үшін жаңа сойылған малдың балғын еті қажет. Бұл тағамды көбінесе біз жаңадан үйге ет алып келген кезде, соғым сойылған кезде, сондай кездері, мал сойылған кезде қуырдақ жасап жатамыз. Қонақ күткен кезде. Бұл біздің аса сыйлы тамақтардың бір түрі қуырдақ деген. Өте керемет тағамдардың бірі. Қуырдақты дайындау үшін жаңағы балғын еттерден турадық, бауырын бөлек турап қойдық. Одан кейін қажетті көкөністерін бәрін дайындадым. Пиязын турап қойдым, картошкасын қабығын аршып, оны да орташа етіп кесіп турап дайындап қойдық. Қазанымызды қыздырып, майымызды құямыз. Майын молдау құйдым. Одан кейін мінекей етін салып, қуырып жатырмын. Етін салып, біраз қуырғаннан кейін жай отта қуырамыз. Отын пәсейтіп, қазанның бетін қақпағын жауып қойып, боқтырып, 20-25 минуттай жай отта қуырып алғаныңыз өте дұрыс. Сол кезде етіңіз жұмсарып, жұмсақ болып піседі. Осылайша әбден қуырып болғаннан кейін пиязымызды саламыз. Жаңағыдай айтқанымдай, пиязды негіз қуырдаққа молырақ салған жақсы. Мен бір үлкен дана пиязды салдым. 2 пияз, 3 пияз қоссаңыз да болады. Пияз негіз көп қуырылған тамақтың ішінде езіліп көрінбей кетеді. Бірақ пияздың өзінің тамаққа беретін дәмі ерекше. Мінекей етіміз қуырылып жатыр. Жақсылап қуырылды. Енді картошкамызды саламыз. Сосын жақсылап қозғап, бетін жауып қоямыз. Тағы да біраз 10-15 минутқа бұқтырып қоямыз. Картошканы қозғай берсең езіліп кетеді. Көп қозғамаймыз. Жай отта бұқтырып қойсаң, өзі әдемі болып піседі. Дәміне қарай тұзын саламыз. Кішкене сәл-сәл қозғап қоямыз. Тұз араласу үшін. Тәтті бұршымды салдым. Сөйтіп бетін жауып бұқтырып қойып қоямыз. Жалпы мен бүгін қуырдаққа көп нәрсе қосқан жоқпын. Ет, картошка, пияз. Осы көкөністерден ғана жасап жатырмын. Енді пісуге жақын қалған кезде қуырдағымыз 5 минут қалған кезде пісуіне бауырды саламыз. Бауырды білесіздер, тез піседі. Егер көп қуырып жіберсек, бауыр қатайып кетеді. 4-5 минутта піседі. Дәмін көріп, байқап піскен кезде қазанымызды өшіріп, қуырдағымызды дайындаймыз. Мінекей менің қуырдағым пісті, дайын болды. Енді қуырдағымызды тарелкамызға салып дайындаймыз. Өте әдемі болып пісті. Картошкасы да майға жақсы қуырылып, кішкене қызарып пісті. Енді осы тарелкадағы қуырдағымыздың үстіне ас көгімізді себелеп, тамағымызды безендіреміз. Кішкене сақина етіп туралған пияздарымызды бетіне қоямыз әдемілеп. Негізі қуырдақ тамағы пиязбен желінетін тағам ғой.
пияз қосып жегенді жақсы көреді. Мінекей бу бұрқырап, әдемі болып пісіп, дайын тұр тамағымыз. Енді дастарханға алып бара береміз. Өте тойымды, пайдалы тағамдардың бір түрі қуырдақ. Егер де сіздерге менің бүгінгі жасаған осы қуырдақ тамағым ұнаған болса, маған лайк басып, тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер де менің осы жасаған рецептім бойынша үйде қуырдақ жасап көріңіздер. Біздің негізі қазақ ұлтының қай тамағын алсаң да өте керемет қой. Менің бүгінгі жасаған тамағымды көріп тамашалағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау болыңыздар.